Сәлем тарих ықыласпенділері, бұл Жайхун жойбарының кезектегі саны. Бүгін біз Қарақалпақ эпосында өз орнына ие Қырқыз дастаны хақында сөз етеміз. Қырқыз дастаны басқа Қарақалпақ дастанлары сияқлы тарихи уақиялар негізінде пайда болған болып, бірнеше дәуірлерді өз ішіне алады. Міне осы уақытларды өз ішіне алатұғын дастанның басыл айырмашылығы оның патриотизмлігі болып табылады. Қырқыз негізі қандай дастан? Оның басқа дастанлардан айырмашылығы неде? Неге бірінші болып Қарақалпақ эпосы дегенде көз алдымызға Қырқыз дастаны келеді? Бүгін міне әйне осы сұрауларға жауап іздеп көреміз. Сондай-ақ Қырқыз дастанының пайда болу тарихы, оның мазмұны, сондай-ақ оның халық тұрмысындағы ахметіне айрықша тоқталып өтеміз. Айтқандай, видео басынан ақ каналымызға ағза болуды ұмытпаң. Бізбенен қызықлы мағлұматларды білуге даяр болсаңыз, біз басладық. Қарақалпақ халқының ауызекі эпосы Қырқыз дастаны халық ауызекі поэтикалық түрітушілігінің әжайып үлгісі болып табылады. Бұл дастанда Қарақалпақ халқының сырт ел, халық басқыншыларына қарсы азатлық күресі, туған елге, жерге болған патриотизмі көркемділікпенен суретленген. Сондай-ақ дастанның баслы идеясы болса, хорезм халқыларының достығын жырлау болып табылады. Дастанда қаһармандардың тек хаял қызлардан ғана ібарат болуы орайлық Азия халқыларында емес, ал дүние жүзі халқыларының эпосларында кемде-кем ұшырасады. Сонда айрықша атап өту керек, қаһармалық эпослары тек арнан жеке қаһарманлар жырланатқан болса, Қырқыз дастанды қаһарманлардың көплігіменен ажыралып тұрады. Дастанның ұлыма көлемі болса, 20 мың қатар шамасындағы қосықтаны барады. Қырқыздың мазмұны тек арнан 13-17 асырлерге тиесілі уақияларды сөз етеді. Бұнан тысқары оған кейінгі дәуірдегі уақиялардың да тәсірі бар. Дастанның сюжет құрылысы Қоблан, Алпамыс дастанларының бас қаһарманларының қызлардан ібарат болуыменен ажыралып тұрады. Сондай-ақ эпостың бас қаһарманы дұшпанларға қарсы жалғыз өзі күреспейді, ал өзінің жауынгер Қырқызыменен һәм басқа батырларыменен біргелікте күреседі. Қаһарманлардың туылуы, балалы болуы ұқсаған эпизодлар Қырқызда жоқ. Онда басқа дастанларда жоқ қорған салдыру, қызларды әскери іске үйрету, халық ойынларын оған пайдалану, халықты батырлар басшылығында дұшпанларға қарсы күрес сияқлы сюжетлер суретленеді. Дастандағы тек арғы бас қаһарман әскер басы, батыр қыз Гүлайым образы. Қарақалпақ шежірелерінде сақланған ерте заманларда өткен ру басылары болған Арухан менен Ақшолпан, Геродот сөз еткен Тумаристі, Зариатра дастанындағы Адатиданы, Шахнамадағы Гардаферитті, 13-ші асырлерде өткен Марко Поло жазған Анжарымды еске түсіреді. Қырқыз дәстілі фольклорды жинаушылар Шамшет Хожаниязов, Садырбай Мауленов тарапынан 1886-1958 жыллар аралығында Қорбанбай жыраудан жазып алынды. 1940 жылы дастанның кейінгі жағын жазу Асан Бегимов тарапынан жазып біткеріледі. Қырқыз дастанның екінші варианты 1961 жылы автор тарапынан Қияш жыраудан жазып алынды. Сондай-ақ еле басылып шықпастан бұрын-ақ қолжазба түрінде біздің әдебиетшілерімізді қызықтырып, олардың диққатын өзіне тартқан. Соңынан жазушылар бұл дастанға кеуіл аударып, баспасөз бетінде дастан туралы мақалалар, зерттеулер дағазалай басылған. Қарақалпақ тілінде дастан екінші рет бірқанша түзетулер һәм толықтырулар менен 1956 жылы басылып шықты. Рус түрінде болса, Қырқыз дастаны 3 рет басылған. Ұлыма алғанда дастан рус, қарақалпақша, өзбек, түркмен, қазақ, қырғыз тілдерінде басылып шыққан. Бұнан тысқары ол көп қана әдебиетшілердің, этнографлардың, тарихшылардың минетлерінде еске түсіріледі. Сондай-ақ Қырқыз эпосына белгілі француз жазушы һәм жәмиетлік іскері Луи Арагон да өзінің совет әдебиетлары деген минетінде жоғары баға береді. Қырқыз дастанының қаһарманларын Роланд хақында жырдың қаһарманларымен салыстырады. Сөз етіп отырған дастанның атқарушысы Қорбанбай Тәжібаевтың ролін айрықша жоғары бағалайды. Қырқыз эпосын жырлаған жыраулардың атларын атап көрсетеді. Оның көрсетуі бойынша Қырқыз дастанының бірінші рет жырлаған адам 18-ші асырда жасаған Қарақалпақтың атақлы шайыры, Қарақалпақ әдебиетінің классигі жиын жырау Тагай ұлы болған. Дастан сол жиын жыраудан нұсқа болып қалды дейді Қорбанбай. Дастанның басып шығару һәм зерттеу жұмысларында Орынбай Кожуров,
Нажым Даухараев һәм Амет Шамратовлардың минетлері айрықша. Дастандағы унамлы қаһарманлар Гүлайым, Арслан, Отбасхан, Алтынай һәм Сарбыназ. Олар өзінің мәпіне қарағанда халықтың мәпін жоғары деп біледі һәм ешқашан күрестен қайтпайды. Сондай-ақ Қырғыз дастанындағы қаһарманлар халық тұрмысына жақын суретленген болып, олардың образындағы фазилетлер текарының хақкеулік, кішіпейілік һәмде батырлық, ержүректілік менен ашып беріледі. Гүлайым мәрт қыз, ал ұрысқанда батырлықтың барлық салтанатын сақлап ұрысады. Бейгүнә халықтың қанын төккісі келмейді. Жасырын түрде жауға қарсы бармайды. Ұрдай кіру қалаға Сұртайшаға мияссар деп қарайды. Батыр болған жоқлық өз күшін халықтың мәпі үшін жұмсасын деген пікірді алға қояды. Дастанда тек қана Гүлайым емес, ал оның садық жолдасларының барлығы да қарсыласып халық үшін өлеміз деп ант етеді. Қаһарманлардың патриотизм, халықшылдығы басқа бір шетел дастанларында да Қырғыз дастанындағыдай айқын, күшлі жырланған емес. Бұнда қаһарманлардың өз еліне, өз халқына шын берілгенлігі, пидайлығы бастан аяқ көрсетіледі. Сарбыназ ақыллы, батыр қыз. Ол Гүлайымның Қырғызының ішіндегі ең көрнеклісі. Өзінің ақыллылығы һәм батырлығы менен Гүлайымның бірінші жәрдемшісі ретінде суретленеді. Дастандағы ең текарға ұнамсыз образлар болса, Қалмақтың залым ханы Сұртайша менен Ираннан шыққан саяқ Натырша. Бұл екі қаһарманлар да дастанның халықтың басына ауыр күнлерді салған азатлыққа, әділдікке, халық достығына тосқынлық қылған залым, қанқор образ сипатында суретленеді. Олар өз мәпі жолында ешқандай жауыз ісілерден қайтпайды. Қырғыз эпосы өзінің мазмұны, сюжеті һәм композициясы жағынан басқа эпосларға қарағанда бір қатар өзгешеліктерге ие. Біріншіден, дастанның сюжеті жүдә әйемгі заманлардан алынған. Екіншіден, Қарақалпақ эпосында, сондай-ақ басқа халықлардың эпосларында халық массалары қаһарманлардың күресіне тікелей қатынаспайды. Ал Қырғыз дастанында халық массалары қаһарманның барлық іс-әрекетіне тікелей қатынасып отырады. Қаһарман өзінің барлық ниетлерін, харекетлерін халықпенен ойласып істейді. Үшіншіден, Қырғыз дастанының басқа дастанлардан текарғы өзгешелігінің бірі бұл қаһарманлардың жауынгер қызлардан ібарат болу болып табылады. Сондай-ақ оның басқа эпослардан парқы ондағы қаһарманлардың іс-әрекетлерінің реалистік суретленуі болып табылады. Дегенменен де мифологиялық іс-әрекетлерді жоқ деп айта алмаймыз. Басқа дастанларда қиялы фантастика, мифологиялық элементлер және гипербола, гротеск ұсуларынан пайдалану көбірек. Ал бұл дастанда болса, атса оқ өтпей тұғын, шапса қылыш шаппай тұғын караматлық қаһарманлар жоқ. Барлығы апуай адамлар. Тағы да басқа дастанларда қосық пенен қара сөз араласып келетіған болса, Қырғыз дастанда бастан аяқ қосық қатарларынан ібарат. Дастанда қара сөз қолданылмаған. Қырғыз дастанының қысқаша мазмұны төмендегідей. Бұрынғы ата жұрты Түркістанда аз ноғайлы елінде Саркоп деген қалада Аллаяр деген бай болады. Оның 6 ұлы һәм Гүлайым атлы бір қызы болады. Гүлайым 15 жасына шыққанда атасынан Миуалы деген атауды сорап алып, оған қоладан қорған салдырады. Сондан кейін ол қасына 40 қыз алдырып, оларға әскери өнер үйретеді. Яғни атқа мініп шабу, саржай ату, лақ ойнау, қылыш, найза менен ұрысуды үйретеді. Ондағы мақсат сыртқы дұшпанларға қарсы күресу. Анықыраға Қалмақ ханы Саркоптың өз еліне топылыш жасауға бірнеше жылдан бері таярланып отырғанын білетұғын еді. Сол уақытта Гүлайымның сұлулығы көп жерлерге тарқалады һәм оған ашық жігітлерде көбейе бастайды. Бірақ Гүлайым оларға ітібар бермейді. Себебі ол түсінген, көрген Хорезм батыры Арсланды ұнататұғын еді. Сондай-ақ Аллаярдың қойын бағып жүрген шопан Жұрын да ашық болып жүреді оған. Ол Гүлайымның әкесіне хархилі хилилер істегеннен кейін Аллаяр қызын Жұрынға береді. Бірақ Жұрын Гүлайымды алған күні қызға ашық болып жүрген Сәйеке Жұрынды пышақлап өлтіреді. Арадан уақыт өтіп қыз Атлантистан қайтып келіп қаланың вайран болғанын көреді һәм атасының мазар үстінде өз халқын азат етуге һәм дұшпаннан өш алуға ант етеді. Қорқақлық етіп шерменде болып өлген ағаларының өлігін көмдірмей таслайды. Гүлайым өзінің батыр қызларына бас болып, бенде болған халқын азат ету үшін Сұртайшаның Дербент тауына барған еліне атланады. Соң Сұртайша жауынгер қызларға қарсы 40 000 ләшкер жібереді. Сауашта Сұртайшаның ләшкерлері жеңіледі. Сауаштан кейін жауынгер
жауынгер қызлары таудың арасында дем алып жатырғанда Гүлайым шатырған жерге Арслан келеді. Сонда Гүлайым оған ашқылық керек емес екенлігін, халқын азат ету үшін дұшпаннан өш алу керектігін айтады. Соңынан Арслан Гүлайымның әскеріне қосылады һәм біргелікте халқын құтқарады. Біраз уақыттан кейін болса Арслан менен Гүлайым Арсланның қарындасы Алтынайдың Хорезмде құллықта жүргенін естеді. Оның құтқарғаннан кейін үшеуі бірге қосылып Надыршаға қарсы атланады. Надырша ұрыста жеңіліп қолға түседі. Арслан менен Гүлайым Хорезмді басқыншылардан азат етеді. Елді басқаруды Хорезмді жайлаған 4 миллеттің өзбек, қарақалпақ, қазақ, түркменлердің уәкілдеріне тапсырады. Гүлайым басылаған жауынгер қызлар Арслан менен бірге Түркістанға қайтады. Қырқыз эпосында сөз болатұғын уақиялардың мазмұнына қарағанда, тарихта хақиқаттан да болған уақиялардың сәулелендірілуі көрсетіледі. Бұнда тек арынан тарихта жүз берген 2 уақия өз көрінісін табады. Онда біріншісі Орта Азия халықларына Қалмақ халларының шабылуы хақында, ал екінші тема болса Иран шахы Надыршаның Хиуаны басып алуы хақында сөз барады. Қазірде дастанның латын әмласында жазылған ұлыма көлемі 597 беттен барат қолжазба варианты Өзбекстан Республикасы Ілімлер Академиясының Қарақалпақстан бөлімі фундаментал кітапханасының қолжазба фондында сақланбақта. Арадан қанша уақыт өтсе де дастанның құндылығы елге шекем жоғалмаған, себебі қазірде бақсы жыраулар тарапынан шеберлікпенен атқарылып келінбекте. Бұнан тысқары театрларда дастанға байланысты пьесаларда сахналастырылады. Жұмақлап айтқанда Қырқыз дастаны Қарақалпақ әдебиетіндегі ең салмақлы һәм бүгінгі күнге шекем өз ахметін жойытпаған дастанлардан бірі есептелінеді. Егер бүгінгі видеомыз сізге ұнаған болса, Жайхун каналына ағза болуды ұмытпаң һәм лайк басың. Кейінгі видеоларда көріскенше, хош.